Бүгін 17 сәуірде Талдықорған қаласында Шерзат Болаттың өліміне қатысты кезекті сот отырысы өтті. Судья басты күдікті Абзал Шынасылдан сотқа дайындығы барысын сұрағанда, ол айыпты мойындамайтынын айтты. Сот отырысына дайынсыз ба? Дайынсыз ба сот отырысына? Дайын. Қалай жартылмай? Сол дайын. Неліктен? 10 сәуір күні алдын ала тыңдау өткізілген кезде 17 күні сәуірдің бас сот талқылау өткізілетін туралы айтылды ғой. Қандай мағынада дайын емессіз? Қай жағынан? Әлде қорғаушылар сіздер айта аласыздар ма? Мен бұл іске осы сот кездеріне араластым. Істің өте болуына байланысты материалдарды толық дайын емеспіз. Сондықтан бір жағынан мойындамаймын деп отыр. Сондықтан қазір жауап бере алмаймыз деп отыр. Прокурор Дана Сәрсенбай судьяның өтініші бойынша қылмыс қалай болғанын әр күдіктіге тоқтала отырып баяндап берді. Прокурордың баяндамасында сол күні түнде оқиға қалай болғаны, төбелестің қалай басталғаны, Шерзатты кім пышақтағаны егжей-тегжейлі жазылған. Әрі қарай алдын ала сөз байласқан Аскентай, Нұрбол Тоқтабаев, Азамат Тоқтабаев, Белгожаев, Ильяс, Сакиев, Шынасыл адамдар тобы болып жиналып, сол жерде кездестірген өзара таныстары Қалиахметті адамдар тобына қосып, өздерінің басымдығын көрсету үшін бұзақылық, яғни қоғамдық тәртіпті қоғамдық құрметтемеу анық көрінетін, азаматтарға күш қолданумен, не қолдану қатерін төндірумен, сондай-ақ барынша арсыздықпен ерекшеленетін әдепсіз әрекеттер жасаумен ұштасқан аса қатыгездікпен бұзу мақсаттарымен қоғамдық орында, яғни көпшілік жүретін Талғар қаласы Менделеев және Шота Руставели көшелерінің қиылысында орналасқан Қамажай дүкенінің алдында бола тұра, өздерінің заңға қайшы әрекеттерімен қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті, сонымен қоса сол маңайда орналасқан тұрғын үйлерде тұратын адамдардың тыныштығын бұзатын біле тұра, дүкенге келуші басқа адамдардың жүргеніне қарамастан қоғамдық тәртіпті өрескел бұзып жатқандарын түсініп, солардың болуын қалап, қоғамдық тәртіпке елеулі зиян келтіре отырып, болмашы себепті пайдаланып, пышақтарды қару ретінде қолдану және қолдану қатерін төндіру арқылы дүкеннің алдында тұрған кәмелетке толмаған Полатқа, оның әкесі Нұрымовқа, ағасы Гайпаевқа және досы кәмелетке толмаған 2006 жылы туылған Ахмет Махметке қатысты төбелес бастаған. Атап айтқанда, Шынасыл бірінші болып Қамажай дүкенінің сол жақ бұрышында тұрған кәмелетке толмаған 2006 жылы туылған Ахмет Махметтің жақ тұсынан жұдырықпен бір рет соққы жасаған. Соның салдарынан соңғы аталған дүкеннің қабырғасына басының артқы бөлігімен ұрылып дене жарақатын алған. 10-12-2024 жылға номер 507-2996 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес Махметке бастың көгерген жыртылған жарасы түріндегі адамның денсаулығына зиян келтірмеген жарақаттар ретінде бағаланатын дене жарақаты келтірілген. Төбелес басталған түсінген Сейсенбай, кәмелетке толмағандар 2008 жылы туылған Алдияр Махмет және 2007 жылы туылған Майтұрсынов үшеуі дене жарақатын алған 2006 жылы туылған Махметті алып оқиға орнынан Шота Руставели көшесімен солтүстік бағытта қашып кеткен. Қамажай дүкеннің ішіне кіріп кеткен Нұрымов дүкеннің қасында кәмелетке толмаған 2006 жылы туылған Ахмет Махметті ұрған дауысты естіп, өзімен бірге кассадан асханалық пышақты алып дүкеннің алдына шыққан. Сол сәтте Қалиахмет асханалық пышақпен шыққан Нұрымовтың қолынан ұстап алған. Ал Белгожаев Нұрымовтың әрекетін көріп, дүкеннің есігін аяқпен теуіп, Нұрымовты дүкеннің ішіне қайта кіргізіп жіберген. Осы уақытта Қамажай дүкенінің солтүстік батыс бұрышы және Менделеев көшесі мен Қамажай дүкенінің арасында өсіп тұрған ағаштың ортасында қолына тегіс және бір ұңғылы 16 калибрлі аңшылық мылтық ұстаған тұлға сол жерде тұрып аталған аңшылық мылтықтан Аскентайдың жақтастары тұрған жерде 2 рет оқ атқан. Атылған оқ дәрілердің біреуі Қамажай дүкеніне қарама-қарсы орналасқан Талғар қаласы Менделеев көшесі номер 12 үй 12 пәтердің қылтимасына тиіп, екіншісі Қамажай дүкенінің оңтүстік шығыс бұрышында орналасқан Мясная лавка ғимаратының батыс қабырғасының төменгі бұрышына тиген.
Әрі қарай топтық төбелес жалғасып жатқан кезде төбелеске қатысушы Шынасыл Қамажай дүкенінің сол жақ бұрышында Гайпаевты және кәмелетке толмаған Полатты көріп, соңғы Аскентайға дене жарақатын келтірген адам ретінде, ал Гайпаевты оның жақтасы ретінде көріп, олардан кек қайтару үшін екі немесе одан көп адамды өлтіру, яғни басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшырату мақсатымен өзімен алдын ала дайындап алып келген сабық қоңыр түсті ас пышағын қару ретінде пайдаланып, оларды қасақана қазаға ұшырату қылмыстық ойы туындаған. Өз қылмыстық ойын жүзеге асыру үшін Шынасыл Қамажай дүкенінің солтүстік батыс бұрышында 04-10-2024 жылы 00 сағат 42 минут шамасында Полаттың көрінеу кәмелетке толмаған біле тұра, соңының әкесі Нұрымов және оқиға орнына сол сәтте жалдамалы автокөлікпен келген анасы Бишімбиеваның, әжесі Кадированың жүргендеріне қарамастан, олардың көздерінше аса қатыгездікпен, бұзақылық ниетпен өзінің әрекеттерінің қоғамға қауіптілігін ұғынып және солардың болуын қалап, кәмелетке толмаған Полаттың өмірлік маңызды органы болып табылатын сол жақ жүрек тұсына қасақана түрде бір рет жоғарыда көрсетілген ас пышағын сұғып алған. Салдарынан кәмелетке толмаған Полат өзіне сұғылмалы кесілмелі ауыр дене жарақат келтірілгенін сезіп, оқиға орнына Шота Руставели көшесімен солтүстікке қарай қаша бастаған. Бірақ 45-50 метрден кейін денсаулығы нашарлап асфальтқа отырып қалған. Өз кезегінде Шынасыл кәмелетке толмаған Полатқа ауыр дене жарақатын келтіргенін түсініп, соның салдарынан соңғы отырып қалған көріп, оның алған дене жарақатынан қаза болғанына көзі жеткен. Әрі қарай топтық төбелеске қатысып жүрген Аскентай, Нұрбол Тоқтабаев, Қалиахмет оқиға орнында атыс қаруы қолданылған естіп, өздерінің сыбайластары Шынасылдың, Азамат Тоқтабаевтың, Белгожаевтың, Ильясовтың және Сакиевтің пышақпен қаруланғанын көріп, яғни оқиға орнында пышақ қолдану арқылы бұзақылық орын алып жатқанына анық көздері жетіп, өздерінің бұзақылық әрекеттерін жалғастырып, жоғарыда көрсетілген сыбайластары мен адамдар тобының құрамында әрі қарай топтық төбелеске қатысушыларын жалғастырған. Атап айтқанда, Қамажай дүкенінің сол жақ бұрышында Сакиев тергеумен анықталмаған сыраның әйнек бөтелкесін дене жарақатын келтіру мақсатында Гайпаевқа қарай лақтырған, алайда бөтелке соңғыға тимеген. Содан кейін ол жұдырықпен Гайпаевтың жақ тұсынан бір мәрте соққы жасаған. Сол уақытта Қалиахмет өзінің қимылымен күш қолдану қатерін төндіріп, Гайпаевқа қарай қолмен соққылар жасаған, алайда оның соққылары соңғыға тимеген. Ал Азамат Тоқтабаев пен Ильясов өздерімен алдын ала дайындап алып келген тергеумен анықталмаған ас пышақтарын Гайпаевқа қарсы қару ретінде қолданып бірнеше рет сермеген. Бірақ соңғыға пышақ тимеген, тек Азамат Тоқтабаевтың пышағымен сермеген әрекеттері салдарынан Гайпаевтың үстіндегі былғары күртешесі зақымдалған. Аталған жерде жоғарыда көрсетілген қатысушылардың біреуі сол уақытта дүкен ішінен шыққан Нұрымовтың бетінен әйнек бөтелкемен ұрған. Ал Азамат Тоқтабаев тергеумен анықталмаған таспен Нұрымовтың желке тұсынан соққы келтірген. 11-10-2024 жылғы номер 207-2408 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес Нұрымовқа сол жақтағы жауырын асты аймақта сызат түріндегі адамның денсаулығына зиян келтірмеген жарақаттар ретінде бағаланатын дене жарақатын келтірген. Сол уақытта кәмелетке толмаған Полаттың әжесі Кадирова Менделеев көшесі мен Шота Руставели көшелерінің қиылысынан Қамажай дүкеніне қарай бара жатқан кезде оның алдынан Шынасыл шығып итеріп арыққа құлатқан. Содан кейін Бишімбиева өзінің баласы кәмелетке толмаған Полаттың Шота Руставели көшесінің бойында асфальтта отырғанын көріп, соған қарай бармақшы болған кезде оның алдынан Ильясов пен Шынасыл шығып Бишімбиеваның екі қолының білегінен ұстап алып жібермей қойған. 11-10-2024 жылғы номер 206-2416 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес екі білегінің аймағында пайда болған көгерулер түріндегі адамның денсаулығына зиян келтірмеген жарақаттар ретінде бағаланатын дене жарақаттары келтірілген. Содан кейін Гайпаев інісі кәмелетке толмаған Полаттың Нұрғанат аға маған бірдеңе сұғып алды деген дауысын естіп, Қамажай дүкенінің қасынан Шота Руставели көшесімен соңғыға жүгіріп барып, оның сол жақ қолтық астындағы пышақпен келтірілген сұғылмалы кесілмелі дене жарақатын ұстап көріп, жедел жәрдем шақыруды сұрап, скорый деп айқайлап көмекке шақыра бастаған. Әрі қарай алдын ала сөз байласқан адамдар тобы Аскентай, Нұрбол Тоқтабаев, Белгожаев, Ильясов, Сакиев, Шынасыл, Шота Руставели көшесінің бойында отырған Гайпаев пен кәмелетке толмаған Полатқа қарай барған.
Сол сәтте Бишимбиева өзінің баласы кәмелетке толмаған Полатқа бірінші болып жетіп, соңына отырған жерінен құшақтап, топ адамдардың әрекеттерінен қорғай бастағанына қарамастан, Билгожаев кәмелетке толмаған Полаттың басынан аяқпен теуіп, өзімен алдын ала дайындап алып келген жиналмалы бәкі пышағының сабымен кәмелетке толмаған Полаттың басынан бірнеше рет соққылар жасаған. Ал Ильясов сол жерде жатқан жоғарыда көрсетілген 16 калибрлі аңшылық мылтықты жерден алып, аталған мылтықтың сабымен кәмелетке толмаған Полаттың басынан бір мәрте соққы жасаған. Алайда аталған соққысы Бишимбиеваның оң жақ қолына тиген. Бұнымен шектелмей Ильясов өзінің әрекеттерін жалғастыра отырып, аңшылық мылтықтың сабымен сол жерде отырған Гайпаевтың басынан бірнеше рет соққылар жасаған. Осы уақытта Аскентай, Нұрбол Тоқтабаев, Билгожаев, Ильяс, Сакиев, Шынасыл қолдарымен және аяқтарымен жерге жатқан Гайпаев пен кәмелетке толмаған Полатты ұрып соққан. Сол уақытта Шынасыл бастапқыда ойластырған өзінің екі немесе одан көп адамды өлтіру қылмыстық ойын жүзеге асыру мақсатында сол кезде қасында тұрған сыбайласы Сакиев пен адамдар тобын құрып, бұзақылық ниетпен Гайпаев кәмелетке толмаған Полаттың ағасы екенін біле тұра, інісінің Аскентайды ұрды деген себепті басшылыққа алып, сол інісінің әрекеттері үшін бірге жауап береді деп пайымдап, Гайпаевқа пышақпен дене жарақаттарын келтіріп, оны қазаға ұшырату қылмыстық ойын жүзеге асырған. Әрі қарай мемлекеттік айыптаушы Шерзат Полаттың қандай жарақаттан қаза тапқанын айтты. Нұрымов өзінің атына тіркелген Hyundai Sonata маркалы мемлекеттік нөмірі 434 BAX05 автокөлігіне баласы кәмелетке толмаған Полатты және Бауыр Гайпаевты салып, Талғар ауданының орталық ауруханасына жеткізген. Іс бойынша жүргізілген 01-11-2024 жылға номер 173 сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес кәмелетке толмаған Полаттың өлімі сол жақ өкпенің жоғарғы бөлігіне зақым келтіре отырып, сол жақтағы кеуде қуысына еніп, шаншылып кесілген жарақаты нәтижесінде дамыған ауыр қан жоғалтудан болды. Бұл баяндауларға шыдамаған Шерзаттың әжесінің денсаулығы күрт нашарлап, жедел жәрдемнің көмегіне жүгінді. Кейіннен дәрігер оның жағдайы жақсы екенін мәлімдеді. Науқастың жағдайы бір қалыпты, толық тұрақты. Ауруханаға баруға ешқандай госпитализацияға показания жоқ. Науқасқа ұсынылды ауруханаға бару, бірақ өзі бас тартты. Отказ электронды түрде алынды. Бұл сот отырысында тағы да Гайпаевтың өлімі, Нұрымовтардың үйінің өртенуі, Хасан Қасымбаевтың ұсталуы туралы сөз болмады. Біз оны жәбірленуші тараптың адвокаты Мейірман Шекеевтен сұрадық. Мейірман мырза, енді үйдің өртелуі де Гайпаевтың қаза табуы да осы істерге байланысты болды ғой. Неге қазіргі осы сот отырысында бұлар неге қосылмай отыр? Жоқ, ол жеке болған оқиға ғой. Бұл жерде адам өлу фактісімен, Шерзат Полатқа қатысты. Үй өртену ол бөлек қылмыстық іс болып тіркелген. Гайпаевқа да қылмыстық іс бөлек тіркелген. Бұлардың қосылмауының себебі неде? Барлығы Оны қосылғанда сіздерге бұл жерде бұл іске ешқандай несі жоқ қой, маңыздылығы жоқ қой. Ол 3 қазан күні, 3 октябрь күні болған оқиғаға қатысты бұл. Және осы күдіктілерге қатысты іс. Ал үйдің өртенуін Гайпаевқа қатысты күдіктер анықталмаған. Егер осы тұлғалардың арасында болғанда мүмкін қосуға болар еді. Тағы бір сұрақ қойайын. Мынау Шерзаттың қазасына байланысты Талғардағы ОПГ және Хасанның балалары, Хасан туралы көп айтылды. Кейін қоғамның қысымынан кейін Хасан Қасымбаев ұсталды. Бұл істе неге бұлардың аттары аталмайды? Қараңыз, қоғамдық әлеуметтік желіде ақпараттарда, бірақ шынына келгенде бұл жерде бір жігіт қана келеді, мен Хуторскиймін деп айтылады. Кейін тексере келгенде бұлардың ешқандай қатысылығы жоқ. Содан кейін Хасанның ісі бұл іске ешқандай қатысылығы жоқ, ол анықталған. Хасан кейін басқа іспен ол жабылған, бұрынғы істерімен бұл. Ал Шерзаттың ісіне оның қатысылығы анықталмаған. Енді неге ол басқа іс болса, неге дәл осы уақытта ұсталып отыру? Бұл сәйкестік пе, әлде бұл қоғамның қысымынан кейін? Оны мен айта алмаймын. Мүмкін жай сәйкестік шығар. Сот соңында судья Ержан Жанұзақов күдіктілерден айыбын мойындайтын немесе мойындамайтын сұрады. Басты күдікті Абзал Шынасыл Шерзатты пышақтаған мен емеспін деп айтты. Басқа күдіктілер де айыбын мойындамады немесе жартылай келіспеді.
Сіздердің жауап беруден бас тартуыңызды сот кінәларыңызды мойындамайды деп түсінеді. Түсінікті ма? Жақсы. Сотталушы Шынасыл, сіз тағылып отырған айып бойынша өз кінәңізді мойындайсыз ба? Жартылай мойындаймын. Қай бапты мойындайсыз, қай бапты мойындамайсыз? Шынжақ Болатқа пышақ сұққан мен емес, мен Нұрғанат Айтбаевқа. Жақсы. 99 баптың 2 бөлігін мойындамайсыз. 24 баптың 3 бөлігі, 99 баптың 2 бөлігі Айтбаевқа қатысты. Мойындайсыз ба кінәңізді? Мойындайсыз ба? Айтбаевқа қарсы мойындаймын. 293 баптың 3 бөлігімен кінәңізді мойындайсыз ба? Қылмыстық кодекс. Жақсы, рахмет. Отыра беріңіз. Сакиев, сіз кінәңізді мойындайсыз ба? Жоқ, мойындамаймын. Толық көлемде мойындамайсыз ба? Толық көлемде мойындамаймын. Мен өзім берген емді мойындаймын сізге затында. Жақсы, рахмет. Отыра беріңіз. Белғожаев, сізге тағылған айыпты мойындайсыз ба? Айыптау актісі бойынша. Тыныш. Кім сөйлеп отырған? Маған тағылған айыптау актісі бойынша келіспейтін жерім бар. Жоқ, кінәңізді 293 баппен 3 бөлігімен тағылған айыпты мойындайсыз ба? Жартылай мойындаймын. Қай бөлігінде мойындамайсыз? 293 баптың 3 бөлігіне. Онда мойындамайсыз ғой. Сіздің өзіңіздің іс-әрекетіңіз басқа қылмыстық кодекстің басқа бабы деп айтпақшысыз ба?